Баршаңызға сәлем. Мен бүгін сіздерге зиянкестермен қалай күресу туралы көрсеткім келіп отыр. Назарларыңызда әйел бақыты гүлі және де мына зиянкестермен ауырған гүлдер. Зиянкестермен ауырған гүлдердің белгісі осындай жаңадан шығарған жапырақтары осындай кішкентай болып қалып, жапырақтарында дақ сияқты болып, осылай әдемі өспей қалады. Мына жерде гардения гүлі, мына анық көрсетейін. Осы жерде мына зиянкестермен өсіп, мынандай жаңадан шығарып келе жатқан жапырақтары осындай болып қалады. Ары қарай әдемі болып өсуге гүлдің ешқандай да амасы келмей, осылай болып өсіп қалады. Мына жерде фикус бенджамина. Бұл жерде де дәл солай, мынандай мына паутинный клещпен ауырған гүл. Жаңадан шығарған жапырақтары осындай болып, мына кішкентай болып бүрісіп қалады. Әдемі көрінбей қалады. Енді мен бұған, мына қарасаңыздар, Актара деген препаратты қолданамын. Бұл препараттың поделкалары бар. Оригинал екенін мына жердегі мына серебристый мына жылтыр мына қағазы жабыстырылған болу керек. Сол кезде оның оригинал. Ең препараттардың күштісі осы Актара. Осыны